Сәлем достар, қайырлы күн баршаңызға. Мен бүгін өте қарапайым омлеттің рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен 3 жұмыртқаны осылай шағып аламыз. Кішкене тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Табамызды қыздырып, аздап сұйық май қоямыз. Сұйық майды қыздырып болған соң, осы жұмыртқамызды салып, омлетті пісіріп аламыз. Назар аударып қарағандарыңызға рахмет. Біздің омлетіміз дайын. Ас болсын.